кейде достардың ішінде жаңағыдай әзілдесіп, иә, біреуді жерге алып жерге тығып жібереді. Үстінен күлген кезде ол бейшараның, ол қызарып, аяғынан тұрып кете алмай қалады. Ол да дұрыс емес. Мұсылман адамдар әзілдессе де бір-бірін көтермелеп, бабаларымыз болар елдің балалары бірін-бірін батырым деп айтады деген. Яғни батырлық сипатпен әзілдесіп, көтермелеу бар да ол. Бірақ оны тәкаппарланып, оның кейбір кемшілігін іліп алып ана жерде әзілге айналдырып, әр әзілдің артында бір шындық бар дейді ғой. Осылай оның біреудің жаңағыдай шамына тиісу ол дұрыс емес. Ол негізі достар онымен айналыспайды. Әзілдесуге рұқсат беріледі, бірақ ақиқатты айту, сол әзілдің артында бір ғибрат жату керек те ол жерде. Сол жанындағы достары да, өзі де бәрі ойдан бір ғибрат алатындай әзіл болса, онда шариғат рұқсат береді. Бірақ оның көңілі қалып, осыдан сен де бір көрем осыдан деп көңілі қалып ренжіп кететіндей әзіл болса, ол айтуға болмайды. Өткен дініміз ондайға рұқсат бермейді. Расулullah айтады, шынайы мұсылман кім десе, тілімен, қолымен өзге мұсылманға зиян бермеген адамдар деп айтқан Расулullah. Сосын тілмен әзілдесіп те достарды кейде дос екеніміз қойды, бірақ шектен шығып кетіп әзілдесуге болмайды.